Өте дәмді сүзбелі крем мен шоколадты бисквит дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, все деп таңдап қойыңыздар, келесі жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Сүзбелі кремін жасаймыз. Бір жұмыртқаға қант, сүзбе және қаймақ қосып, погружной блендермен ездім. Шашадағы блендерге салып ессеңіз де болады. Езіп болғаннан соң кондитерлік қалташаға саламыз. Енді шоколадты бисквитке кірісеміз. Жұмыртқаға қант қосып, миксердің көмегімен масса ағарғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан соң оған қаймақ қосамыз. Сұйық май құйып, бөлек ыдысымыздағы ұнға какао ұнтағын қопсытқыш қосып, араластырып алып, жұмыртқа массасына 2-3 бөліп қосамыз және араластырамыз. Бисквиттің қамырын құймас бұрын формаға пергамент қағазын төсеп, бортиктерін майлап алдым. Бетін тегістеп шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 26 см. Қамырдың үстіне сүзбелі кремді осылай құйып шығамыз. Бәлішті қызған пеште 170-180 градуста шамамен жарты сағатта пісіресіздер. Өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Піскен піспегенін ағаш таяқша тығып тексеріп көреміз. Және суығаннан соң кескендеріңіз дұрыс. Бұл пирог балаларыма қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Бетін өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен вафельный крошки ортасына сеуіп қойдым. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, все деп қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше шайларыңыз тәтті болсын.